Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз шрифттарды орнату туралы сабақ жазатын боламыз. Бірден айтып өтейін, бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Қазір мен көрсетейін сіздерге. Мысалы біз Corel'ды ашамыз. Біз дайындап қойған осындай бір шрифттерден құралған нем бар, міне өздеріңіз байқап отқандай қазақша шрифттарды жазып қойғам. Және осы шрифттарды описанияға ссылкасын тастап кететін болам. Міндетті түрде видео басталмай тұрып тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және де менің Instagram және TikTok парақшама тіркеліп, ол жаққа да подписка жасап кетіңіздер. Ол жақта да менің сабақтарым бар. Так, енді бастайық. Біріншіден мынау шрифттарды көріп отырсыздар. Міне қазақша шрифт деген жазып қойдым. Бұл жерде бүткіл қазақша әріптер оқылады. Қ, Ы, Ң, Г, А деген әріптер барлығы, клавиатурада бар әріптердің барлығы оқылады. Так, келесі көрсетейін. Мысалы, осы бір шрифттарды выделять етеміз. Мысалы, көрсетіп кетейін сіздерге. Мен кейбіреуі деген міне установить бассаңыз орнатыла береді. Байқап отқандарыңыздай. Мына музеу деген шрифтті архивировать етсеңіздер, ішінде бірнеше шрифттар бар. Ашып көрейік міне. Осы шрифттарды қолдануға болады. Установить деген бассаңыз барлығын выделять етіп. KZXO деген бар. Осыны да ашып қарасаңыздар, ішінде жақсы шрифттар бар. Міне жирный, тонкий барлығы. Установить басып, бәрін бірден орнатса болады. Келесі, міне бізде Lobster деген бар. Жеке бар, ол менде орнатылып тұр. Яғни оның үстіне тағы орнатайын ба дейді. Заменить дейді, жоқ, керек емес. Менде бар. Сіздерде ондай шықпауы мүмкін. Сондықтан барлығын орнатып алған жөн болады. Енді келесі мен көрсетейін. Так. Бұл мен Photoshop'та да шрифттар оқи беретін көрсетейін сіздерге. Мен Photoshop новый создавать етейік. Примерно Full HD форматта. Енді ол пиксель бойынша айтып отырмын. Кеттік, создавать етейік. Окей. Мына жерде бір қазақша шрифт деп жазайық. Ставить ете сайық. Міне. Көріп отқандарыңыздай Қ әріпі барлық оқылып отыр. Егер де оқылмайтын жағдай болса, жаңа слой создавать етейік. Төмен түсіріп міне. Тағы да көрсетейін бір шрифтпен KZ К набирать етейік клавиатурада. Так, кәне шықты. Қандай набирать етейік? Малина набирать етейік міне. Яғни осы шрифттардың барлығы оқылып тұр. Тағы бір сөз создавать етейік. Қандайға таңдасақ екен, мұны выделять етейік. Екі рет бассақ выделять етіледі автоматически. KZ-ті басайық. К әріпін бассақ бірден шығады міне. Бұл жерде Арктика ма осындай міне. Маған осы шрифт өзіме ұнайды. Осы шрифтті қолдана берулеріңізге болады. Так, келесі. Бұның барлығы мен деген жазып кететін боламын. Так, үшіншісін етейік. Ашайық. Міне, мен мысалы мына жерде Windows-тың ішіне қазір көрсетейін. Мына барлық шрифттер көріп тұрсыздар ғой. Осы шрифттар қайдан алдым мен? Бұлардың барлығы компьютерлеріңізде системный, яғни Windows орнатылып тұрған жерге кіресіздер. Мой компьютерға қазір мен сіздерге бір KZ набирать етейін. Өзім бағана шрифттер бар ма екен? KZ Lobster міне көріп тұрсыздар, бар. Міне барлық әріптер оқылып тұр. Келесі тағы бір шрифтті көрейік. Жарайды. Шығып кетейік. Міне көріп отырсыздар ғой. Windows міне системнің ішіне кіресіздер. Оны Windows деген ішіне кірсеңіздер, Fonts деп тұрады. А әріпімен кішкентай иконкасы тұрады. Екі рет бассаңыздар міне. Осы компьютерде орнатылған барлық шрифттар осы жерде тұрады. Қазір төмен түсейік кішкене. Біздің бағанағы орнатқан шрифттарымыз міне тұр. Sunday деп міне. Tangak деп. Осы жерде егер де сіздер басқа бір компьютерға осы шрифттар енгізулеріңіз келсе, осы жерден барлығын жеке белгілеп, выделять етіп міне. Оларды копировать етіп, басқа компьютерге орнатып оларыңызға болады. Дәл бағанағы көрсетіп кеткен әдіс бойынша. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Мен айта кететінім, осы шрифттарды орнатсаңыз тек қана Corel мен Photoshop'та емес, Word'та да, Excel'де де, яғни барлық программаларды орната береді. Міне осымен сабақ бітті. Ешқандай қиындық жоқ. Өздеріңіз байқап отқандай осы шрифттарды қолдануларыңызға әбден болады.
егерде болмай жатса, мысалы қ әріптері оқымай жатса, кейбір сізге ұнайтын шрифттер болса, мен арнайы соған бір сабақ жазып кететін боламын. Яғни қ әріптер болмаса, өздеріңіз логически ойланып отырсаңыздар, ол жерде не деген болады, қалай айтсам, соны дорисовка дейді. Қ әрпі болсын, к әрпін таңдап ағылшынша, соны деген хвостигін дорисовать етіп, яғни төменгі жағын қ әрпінің етек жағын, болмаса у әрпінен y әрпін ағылшындармен біздің у әріптерін создавать ету. Яғни барлығы адамның ойлауына байланысты, ары қарай шрифт ұнап тұрса, сол арқылы басқа да шрифттарды келтіріп алуға болады. Әрине оны басқа сабақта үйретемін. Ұнаса лайк басыңыздар, тағы да тіркеліп кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды және сіздерге пайдалы болсын деп тілеймін. Жақсы, сау болыңыздар. Boss ass bitch.